Жаңаөзенде жаңа кәсіптің лентасы қиылды. Тез дайындалатын тағамдар, түрлі дәмді сусындар мен балалар ойын алаңы енді бір жерде. Жылы, жайлы атмосфера сыйлайтын орталықтың ашылу салтанатында бағалы сыйлықтар ойнатылды. Әріптесім Сәуле Жолманбет толықтырады. Үш түрлі кәсіптің басын қосып, бір жерге топтастырған мұндай орталық қаламызда алғаш рет ашылып отыр. Ерекше мәзірмен әзірленетін ыстық халал тағамдар, ең дәмді Корея асханасы және әлемге танымал түрлі сусындар желісі жаңаөзендіктер үшін қолжетімді болмақ. Бұл тек өңірімізде тұңғыш рет осылай фудкорт ашылып жатыр деген бұл өте қуанышты жаңалық. Ел президентінің өзінің кез келген жинастарында халыққа, Қазақстан халқының жолдауында кәсіпкерлік тармағын, кәсіпкерлік нысандарын ұлғайту, оған барынша қолдау көрсету жөнінде тапсырмалар беріп келе жатыр. Міне осы тапсырма аясында қаламызда да тағы да керемет кәсіптік нысан бой көтеріп, халыққа игілігін қызметін басқарғалы отыр. Бұл жерде барлық сез талаптарына сәйкес келетін тағамдары, сондай-ақ демалыс орындары, балалардың ойнайтын алаңшалар барлығы қамтылған, өте қазіргі заманауи талапқа сай келетін жабдықтармен жабдықталған екен. Нұрсұлтан Базарбаев пен Құралай Отарбаеваның кәсіпкерлік саласында 15 жылдан астам тәжірибесі бар. Екі түрлі бағытта еңбек етіп жүрген жас ісмерлер отау құрғаннан кейін еліміз бойынша атақты тез тағам желісін алғаш рет қаламыздан ашады. Араға 5 жыл салып, бүгін Жаңаөзен сауда орталығынан екінші нүктесі іске қосылды. Корейский кухня болғанмен ол халалға өте қиын нәрсе болғаннан кейін первый очередь соған мән береміз. Енді маки-макиде де халал бар, нандукте де халал бар, ал ведринтте халал ол международный бұл айтқанда. Ең мәселеміз первый очередь сол, хамадаға қатысты. Одан кейін дәмнің өзгешіліктері бар, арнайы рецепттер дегендей. Одан кейін арнайы бір өзіміздің командамыздың жүйе ғой бұл айтқанда. Бүгін маки-маки бойынша екінші точкамыз осы ТРК-дағы, ал нандук ведринг бойынша Жаңаөзенде алғаш рет. Нандук франшиза тоже ол батыста алғаш рет келіп жатқан франшиза. Жұмыс жасайым деп тұрған жастар болса, біздер қабылдауға дайынбыз жұмысшыларды. Келіңіздер. Ашылу салтанатына орай келген қонақтарға ұтыс ойындары ойнатылды. Ақшалай сертификаттар, түрлі ойыншықтар және ең басты сыйлық Ақтау қаласындағы демалыс аймағына жолдама берілді. Біз осы маки-макидің ашылуына Ақтау қаласынан келдік. Жақсы көреміз, өзіміз сол үшін ашылуына естіп келдік. Бұл жерде рейсқа жолдама ойнататынын білмедік. Неожиданно бәрі күтпеген жерден ұтып алдық. Қатты қуанып тұрмыз. Кәсіптер алға баса берсін, бәрі оңынан болсын. Халықты осында шақырамын. Айта кетейік, Нұрсұлтан мен Құралай Жаңаөзеннің 50-ге жуық тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Алдағы уақытта қызметкерлердің қатарын толықтыру жоспарда. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жандарды ауызбіршілігі жарасқан тату ұжымның қатарына қосылуға шақырады. Орталық күндізгі сағат 11:00-ден түнгі 12-ге дейін үзіліссіз, демалыссыз жұмыс істейді. Сәуле Жолманбет, Бақытжан Ахметұлы, Жаңаөзен ақпарат.